Қайырлы күн балалар. Бүгін бір жобаға дайындық. Қалыптастырушы бағалау жазамыз. Бірінші есебіміз алғашқы функцияны табыңыз дейді. Мұнда функция берілген, x-тің n дәрежесі. Алғашқы функциясын жазамыз. x тең f тең 1 бөлінген тура x функциясы берілген, алғашқы функциясын жазамыз. Солай синус x берілген, алғашқы функциясын. Демек, осындағы берілген функциялардың әрқайсысының жанына алғашқы функцияларын жазып шығыңыздар. Екінші есепте y тең x тең f функциясы үшін a-дан f тең v шарты қанағаттандыратын алғашқы функцияны табыңыздар дейді. Бұл есепте мен мына жерде бұлыңғыр болғандықтан анықтап жазып қойдым. Функция берілген. Осы функцияның алғашқы функциясын табамыз. Сондағы алғашқы функциядағы x-тің орнына минус 2 қойыңыздар дейді. Тең 2-ден 1. Бізде мына жерде алғашқы функция тең алғашқы функция жазылады ғой. Сол алғашқы функциядағы ішіндегі x-тің орнына минус 2 қойыңыздар дейді. X-тен f-тің орнына 2-ден 1 қойыңыздар дейді. Мына жерде түсінікті, бұндай есептер шығарғанбыз. Үшінші есепте анықталмаған интеграл кестесін табыңыз дейді. Мұнда берілген теңнен кейінгі жауаптарын жазып шығыңыздар деген сөз. Төртінші есеп анықталмаған интеграл табыңыздар дейді. Интеграл 10 бөлінген турасы 5 қосу 2x минус 3x минус 11 дәрежесі dx. Мұнда есептер берілген балалар. Мына функциялардың алғашқы функциясының жалпы түрін табыңыздар дейді. Бірінші нұсқаға берілген есептер. Мына есепте ғана шешуін көрсеттім. Қалғандары шығара аласыздар. Екінші нұсқа тура функциялар берілген. 7 функция берілген. Алғашқы функцияларын табуымыз керек. Екінші есепте y тең x тең f функциясы үшін a-дан f тең v шартын қанағаттандыратын алғашқы функцияны табыңыздар дейді. Есептің берілгені мында тұр, мына жерде анық болсын деп ерекше жазып қойдым. Үшінші есеп анықталмаған интегралды табыңыз дейді. Есеп берілген, анықталмаған интегралға шығаруымыз керек. Анықталмаған интегралдың кестесін толтырыңыздар дейді. Мына жерде берілгендер әр есептің жауабын жазуымыз керек. Кесте ғой балалар. Мұнда есептер берілген, олар шығарылуымен сіздерге қиындық тудыратын шығар деп мен көрсетіп қойдым. Мына есепті шығару керек, мына есепті түсініп алып қайта шығаруларыңыз керек. Осы тапсырмаларды бүгін орындап беріңіздер. 20-сы күні бір жазамыз осы алғашқы функция және анықталмаған интеграл тақырыбына.